сәлеметсіздер ме? Менің есімім Айнұр. Парақшама тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бұл жерде мен өз ойыммен, біліммен бөлісетін боламын. Өзімнің творчестволық өнеріммен бөлісетін боламын, жұмыстарымменен. Бұл жердегі ниетім, мақсатым адамдарға көмектесу, адамдардың жақсы жаққа өзгергенін қалаймын. Мысалға, бізге сынақ беріледі, не үшін сынақ беріледі? Өйткені адамды шыңдау үшін, ішіндегі өнерін шығару үшін. Солай адамдар өзінің жетістікке жете алады да, солай сынақ арқылы. Мысалға, өмірінде ештеңке, мысалы, қиындық болмаса, мысалы, үй-жайы бар, ақшасы бар, бәрі ойдағыдай болып жүрсе, адам өзіндегі ішіндегі потенциалын шығара алмайды. Бізге қиындық сынақтар соны шығару үшін беріледі. Сол шығару арқылы біз не жасайық, қолымыздан не келетін, соның бәрін жасайық. Қолымыздан не келетінін білмей жүреміз да, и біз сол сынақ арқылы сол шыңдалып, қолымыздан не келеді екенін біле аламыз. Мысалға, не ұнайды, мысалы, жан-жақтан зерттейсіз, жан-жақтан көресіз өзіңізді. Мен мысалға өзімді іздеу арқылы сол әдемі торттар жасаймын, өзіме ұнайды жұмысым. Съедобный букет жасаймын, зефир гүлдерін жасаймын. Сол арқылы мен табыс табамын. Мысалға, тапсырысқа жасаймын, обучение өткіземін, адамдарға үйретемін, қыз-келіншектерге солай табыс табамын. Қазір гүлді ыдыстар жасаймын, ол маған ұнайды. И мен тағы да жан-жақтан көргім келеді. Бұл белгі деп ойлаймын, өйткені бір емес, уже 4 рет маған сондай бір белгі келді. Неғып блогер болмайсың, неғып өзіңнің ойыңды, біліміңді неғып жеткізбейсің, көрсет, бөліс деп айтады да көбісі. И мен соны қолға алайын дедім. Өйткені менде қазір қатты нерш еткен кезде мен тұтығып қаламын, қолым дірілдеп кетеді. Бұның психоматикасын зерттеп қараған кезде менде тұтығып қалу деген сөз заикание, ол іштегі ойды шығару, сөйлей алмау, ойыңды шығарып сөйлей алмау үшін сондай. Сол заиканияның тұтығып қалуының себебі адам ішіндегі ойын шығармаған үшін сондай заикание болып денсаулық солай сыр береді екен. Мен енді менде 5 бала бар. Мен үйде тек қана отыр, жуын, тамақ іш деген сияқты сондай сөздер сөйлеймін, болды. Былай күйеуіме айтсам, менің сөйлегендерім, менің ой қарасым, ол тыңдағысы келмейді, оған қызық емес. Оның ойы, ол политиканы жазып көреді. Мен соғыс, жаман негативті сөздер, оның бәрін естігім келмейді, тыңдағым да келмейді. Біз екеуміз қарама қайшымыз екеуміз. Солай толықтырып тұратын шығармыз, плюс пен минус болып. Мен оймен осылай блог арқылы, жүргізу арқылы оймен бөліскім келеді. Қолдауларыңызды күтемін. Менің арасында орысша айтып қалуым мүмкін. Көбінше мен орысша тыңдағандықтан көп сабақтарды орысша айтып жіберемін. Оған айып етпеңіздер. Бастапқы мендегі ниет сол барынша пайдалы болу, адамдарға көмектесу, өмірін жақсы жаққа өзгерту. Сіз арманыңызға, мақсатыңызға жету үшін оны қағазға жазып шығыңыз. Қандай мақсаттарыңыз бар? Соның бәрін жазыңыз. И сол мақсатқа жеткен кезіңіздегі состоянияңыз қандай? Сіз қандай адамсыз ол кезде? Сіздегі ішкі көңіл күйіңіз қандай? Сіз қандай киінесіз? Сіз қалай сөйлейсіз ол состояниеда, ол жетістікке жеткен кезіңізде?
сіздің лучший версияңыз дейді ғой. Сіздің лучший версияңыз қандай? Қалай киінеді, қалай сөйлейді, қандай тамақ ішеді, немен айналысады, соның бәрін жазасыз. Фокусыңызды, назарыңызды өзіңізге бұрасыз. Күнделікті таңертең мақсаттарыңызды жазасыз да, и соған назарыңызды бөліп, фокусыңызды өзіңізге бөліп, и соған әрекет жасайсыз. Сіздің фокусыңыз, назарыңыз қай жерде, и соған сізге Алла Тағала мүмкіндіктер жолдарын ашып қояды, мүмкіндіктер шыға бастайды соған жету жолындағы. И мысалы жазып шықтыңыз ғой, сіз ол кезде қандай адамсыз? Мысалға, ол кездегі состояниеңіз қандай? Мысалы, лучший версияңыз қандай? Соны жазасыз. Ол не істейді? Мысалы, таңда ерте тұрады, таң намазын оқиды, көркем сөйлейді, спортпен айналысады, күнде садақа береді, адамдарды қуантуға тырысады, әдемі, ұқыпты киінеді, өзіне уход жасайды, бетіне, шашына уход жасайды, денесіне массаж жасайды дегендей. Соның бәрін жазып болғаннан кейін и сол бойынша әрекет жасайсыз. Сіздің лучший версияңыз қандай, и соны сіз қайталайсыз, соны жасап бастайсыз. И жасаған кезіңізде сіздің состояниеңіз жоғары болып тұрған кезде, сіздің назарыңыз өзіңізде болып тұрған кезіңізде, сіздің армандарыңыз, мақсаттарыңыз оңай түрде орындалатын болады.